Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызда еритін милка трайфлдарын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, құмшекер қажет. Құмшекерді жұмыртқаның үстіне 2 немесе 3 бөлікке бөліп, миксермен шайқайтын боламыз. Осылай көпіршіген кезде біз ұн, какао ұнтағы және де разрыхлительді бір ыдысқа салып, жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болған соң 2 немесе 3 бөлікке бөліп, жұмыртқалы массамыздың үстіне салып, жақсылап миксермен шайқаймыз. Дайын болған массамызды пергамент қағазының үстіне құйып шығамыз. Массамызды біркелкі етіп жайып шығамыз. Және де 180 градус қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Піскенін осындай ағаш таяқшамен анықтауға болады, құп-құрғақ болып шығуы қажет. Енді бөлек пергамент қағазының үстіне аударып, коржымызды суытатын боламыз. Енді біз кремімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін сүзбелі ірімшік, қант ұнтағы және клейгей қажет болады. Сүзбелі ірімшіктің үстіне қант ұнтағын салып, миксерлейтін боламыз. Ешқандай да түйіршік қалмауын қадағалаңыздар. Енді біз клейгейімізді қосатын боламыз. Мен 33% клейгейді қолдандым. Клейгей міндетті түрде салқындатылған болуы қажет. Миксермен жақсылап шайқайтын боламыз. Енді трайфлдарымызды жинауға арналған арнайы осындай ыдыстарымызды қойып дайындап аламыз. Және де біздің корждарымызды аламыз. Корждардың ыстық болмауы маңызды, суыған корждарымыз болуы қажет. Енді осылай түйіршіктерге бөліп, біздің ыдыстарымызға біркелкі етіп салып шығамыз. Корждарымызды ыдыстарға салып болған соң, әртүрлі жеміс-жидек қосуларыңызға болады. Мен бананды пайдаландым. Осылайынан біркелкі етіп банандарды қойып шығамыз. Және де біздің клейгейімізді, яғни кремімізді бетіне салып шығамыз. Және де біркелкі етіп, теп-тегіс етіп жағып шығу керек. Клейгей жағылған трайфлдарымызды тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Енді біз осындай стаканчиктегі трайфлдарымызға клейгейлерімізді жағып шығатын боламыз. Ең алдымен мен осындай мешочектегі насадкамен пайдаландым. Содан кейін бетін тегістеп, қайта корждарды салып шықтым. Менің корждарым 2 бөлікке бөлінді және де бетін бір тегіс жағып шығамыз. Бетіне арналған шоколадты глазурь дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сары май, Қазақстан шоколады қажет. Және де осылай бөліп аламыз. Содан кейін біз водяной баняда немесе микротолқынды пеште ертіп алуымыз керек. Неге шоколадты глазурьіміз дайын? Глазурь ең маңыздысы ыстық болмауы қажет. Барлығын осылай бөліп құйып аламыз. Енді видеода көрсетілгендей осылай жасап шығамыз. Біркелкі болып барлық жеріне жағылып шығу қажет.
Неге осымен біздің трайфлдарымыз дайын? Бетін әртүрлі етіп сәндеулеріңізге болады. Әртүрлі жеміс жидектермен немесе өзіңіздің қалауыңызша сәндеуіңізге болады. Мен бананмен және де сникер шоколадымен, сонымен қатар шоколадпен сәндедім. Біздің Milka трайфлдарымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, өте керемет. Қазір бірге дәмін көретін боламыз. Достар, егер де сіздер де отбасыларыңызды қуантып, бақытқа бөлегілеріңіз келсе, менің рецептіммен Milka трайфлдарын міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір істегеннен әдемі болып, керемет дәмді болып шығары сөзсіз. Видео ұнаса, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің YouTube, сонымен қатар Инста парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол жерде өте керемет рецепттер болады.